Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Мен Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің 3-ші курс студенті Райымбекова Ситора боламын. Бүгінгі 3-ші сыныптардың дүниетану сабағын бастайық. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз біз әрқашан біргеміз. Сабағымыздың мақсаты барлық оқушылар ұжымның не екенін біледі, өзін-өзі басқарудың не екенін түсінеді, сыныптағы өзін-өзі басқарудың ережесін құрастырады. Ал көптеген оқушылар болса, әртүрлі көзқарастар болған жағдайда ұжымдық шешімдерді қабылдайды. Кейбір оқушылар өзін-өзі басқарудың үлгісін ұсынады. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді бір көтеріп алайық. Біз бақытты баламыз, биікке қанат қағамыз, болашаққа талпынып, оттай лаулап жанамыз. Мақсатымыз білім алу, міндетіміз еңбектену арқылы беске қолды жеткізу. Жақсы балалар, ал сен болсаң, өзін-өзі басқарудың не екенін білетін боласың, және де сыныпта өзін-өзі басқарудың ережесін құрастырып, ұжымдық шешімді қабылдай білуге үйренесің. Ал балалар, мына сұрақтарға жауап берейікші. Ұжым деген не? Сыныпта ұжым деп айтуға болады ма? Ал отбасында ше? Ұжым үлкен күшке ие. Бірнеше адам бірлесіп, жалғыз адамның шамасы келмейтін жұмысты атқара алады. Бірлесе білім алуды да жеңіл. Сенің сыныбың да сол ұжымдардың бірі. Сен осы ұжыммен 3-ші жыл бірге оқып жатырсың. Сыныпта достарың да көп. Оларды сен жақсы танып білдің. Ал сыныпты басқару деген не? Сыныпта тағы қандай іс-әрекеттерді бірге атқарасыңдар? Сыныптағы кез келген мәселені өз күштеріңмен шешуге болады. Ол үшін өзін-өзі басқару ережесін қолдану қажет. Өзін-өзі басқару атқаратын ісін өз еркімен жүргізу. Сыныпты басқару маңызды шешімдер қабылдау, ұжыммен бірлесе атқарылады. Мысалы, сыныпта аталып өтетін мерекелерді жүргізу іс-шамаларын оқушылар бірлесе атқару керек. Сонда мерекелер қызық өтеді. Ұжымдық шешім мерекелік шараларға ғана емес, басқа да маңызды іске байланысты бірлесе қабылдану керек. Балалар, сендер мына суреттерден не көріп тұрсыңдар? Суретке қарап, сыныптастар мен отбасы мүшелерінің қандай ұжымдық шешімдер қабылдаған айтып көріңіздерші. Мысалы, бірінші суретте балалар барлығы бірлесіп, саябақтағы ағаштарға қарап, оған су құйып, отырғызып жатыр екен. Ал екінші суретте болса, сыныптастар бірлесіп, әжеге сыйлық әкеліп беріпті. Бұл да ұжымның жұмысына жатады екен. Жақсы балалар, мына смайликтерден өздеріңнің көңіл күйлеріңді қандай болып тұрғанын айта қойыңдар. Ал сендерге үй тапсырмасына арналған жаттығу сөйлемдерді толықтырасыңдар. 1. Мен өз сыныбымды жақсы көремін. Себебі жалғастырасыңдар. 2. Егер маған ұнамайды. 3. Сыныптастарыммен жайында сөйлескенді ұнатамын. 4. Мен өз сыныптастарыма әрдайым. 5. Мен дос бола аламын. 6. Менімен дос болуға болады. Себебі. Міне балалар, осы сөйлемдерді үй жұмысына толтырып келе қойыңдар. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.